Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз жиі заман өзгерді, қазіргі жастар басқаша деп айтып жатамыз. Бірақ заман емес, адамның ішкі нәпсісі мен сезімі өзгерген бе? Бүгін мен сіздерге өз әжемнің айтуымен бізге жеткен, өткен ғасырдың ортасында болған, естіген адамның жағасын ұстатқан үлкен отбасылық драманы баяндап бергім келеді. Бұл хикаяда үлкен махаббатта, уәдеде, сатқындық пен үлкен төзімде бар. Оқиғаның басынан аяғына дейін жіберіп алмай тыңдау үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз әңгімемізді бастаймыз. Ескі заманның жазылмаған заңы. Бұрындары қыз бен жігіттің үйленуі қазіргідей емес еді. Жастар бір-бірін танып кездесіп, сезім білдіру деген атымен болмайтын. Кімнің кіммен бас құрайтынын тек қана ата-ана шешетін. Егер екі жақтың әкесі келісіп, қол алысып, разылығын берсе, бітті, ол заңмен тең еді. Жастардың қалауы, жүрек қалауы, арманы ешкімді қызықтырмайтын. Олар үлкендердің сөзінен аттап өтуді үлкен күнә, әулетке келген қарғыс деп санайтын. Міне біздің оқиғамызда дәл осындай ескі заманның қатал, бірақ бұлжымас қағидасынан бастау алады. Менің үлкен атамда дәл осы жүйенің құрбаны болған жан еді. Екі достың сертімен құдалық. Атамның әкесі, яғни біздің бабамыз, өзінің жастық шақтан бірге өскен, қимас жан досымен өте сыйласымды еді. Олар бір-біріне деген құрметін арттырып туысқысы келеді. Сөйтіп балалары әлі шикі өкпе, кішкентай кезінде ақ, ұлым өссе ұлым, қызым өссе қызым, екеуміз өле-өлгенше құда болып өтейік деп төс қағысып, уәде берісіп қояды. Жылдар өтіп балалар есейгенде екі дос уәдесінде тұрып, үлкен құдалықтың қамына кіріседі. Басқа ауылда өсіп жатқан қыздың да, бұл үйдегі ұлдың да бұл шешімнен хабары болса да, қарсы келуге жүректері дауаламады. Ат арбамен келген келін. Ол кезде қазіргідей ағылған қымбат көліктер, кортеждер мен лимузиндер атымен жоқ. Ауылдың үлкен тойында келінді көрші ауылдан ат арбамен алып келетін. Арбаның үстіне кілемдер төселіп, жан-жағы сәнделіп, аттардың жалына үкі тағылатын. Сол сәнді ат арбаның ішінде бетін ақ орамалмен жапқан, өмірінде көрмеген жарына бақыт іздеп, беймәлім өмірге қадам басқан жас келін отыр еді. Оның жүрегі қорқыныштан дүрс-дүрс соғып, баратын жерінде бағым жанар ма екен, жарым қандай адам екен деген үлкен уайыммен келе жатқан болатын. Алғашқы дидар және сөнген үміт. Менің үлкен атам бойшаң, иықты, ауылдың ең сымбатты, көрікті жігіттерінің бірі болған екен. Ол өзінің болашақ жарын, яғни келінді, тек той күні, неке қиылып, беті ашылғанда ғана алғаш рет көреді. Алайда келіннің беті ашылған сәтте атамның жүрегі дір етпеді, қуаныш ұшқыны байқалмады. Керісінше, оның қиялындағы сұлулық пен махаббат туралы тәтті армандарының бәрі бір сәтте күл-талқан болғандай күй кешті. Жас жігіттің көңілі алғашқы секундтан ақ суып, іштей үлкен өкініш оталды. Талғамға сай келмеген жас жар. Үлкен әжеміз, яғни атамның алған жары, өте пысық, тәрбиелі болғанымен, сырт келбеті жағынан атамның талғамына мүлдем сай келмеген еді. Оның бойы кішкене, өзі толықша келген, томпақ, өте қарапайым ауыл қызы болатын. Сымбатты, ұзын бойлы атамның қасына тұрғанда екеуі мүлдем үйлеспейтіндей көрінетін. Атам жас әйелінің сыртынан қарап тұрып, оған деген ешқандай ерлі зайыптылық сезімді, жылылықты сезіне алмады. Бұл мәжбүрлі неке жас жігіттің иығына түскен ауыр жүктей болды. Атамның іштей берген құпия серті. Той өтіп бәрі өз орнына келгенімен, атамның ішіндегі өрт сөнбеді. Ол әкесінің сөзін жерге тастамай, оның досына берген сертін орындап, үйленуге үйленді. Бірақ ол өз-өзіне ешкім естімейтіндей етіп іштей үлкен уәде берді. Ол, мен әкемнің аруағы мен сөзі алдында өз міндетімді атқардым. Осы үйдің түтінін түтетемін. Бірақ менің де өз өмірім, өз жүрегім бар. Түбінде бір күн болмаса, бір күн, мен бәрібір өзім ұнатқан, өз жүрегім қалаған махаббатымды тауып, соны жаныма серік етемін деп бекінді. Бұл серт уақыт бомбасы сияқты еді. Жылдар жылжып тіршілік ағысы. Арадан уақыт зымырап өте берді. Өмір өз арнасымен ақты. Атам мен әжеміз бір шаңырақ астында күн кешіп тіршілік қылды. Сырт көзге бәрі жақсы, тату-тәтті отбасы сияқты көрінетін. Үлкен әжеміз өте пысық, ата-енені күте білетін, ауылдың алды, сыйлы келінге айналды.
Осы некеден ортада 2 ұл мен 1 қыз дүниеге келді. Балалардың күлкісі үйдің ішін жылытқандай болды. Атам балаларын жақсы көрді, олар үшін еңбек етті. Бірақ әйеліне деген суықтығы ешқашан жіпсілкісін қана салды. Шаңыраққа түскен үлкен келін. Жылдар артынан жылдар жылжып, балалар да азамат болып ержетті. Кезек үлкен ұлды үйлендіруге келді. Осылайша бұл шаңыраққа менің өз әжем үлкен келін болып босағаттады. Үлкен әжеміз енді жас келін емес, ауылдың сыйлы енесіне айналды. Ол келінін жылы қабылдап үйдің берекесін үйретті. Атам болса, жасы егде тартқан сайын сабырлы, көп сөйлемейтін, өз ойымен өзі болатын, отағасы кейпіне енді. Бірақ оның ішіндегі баяғы жас күндегі серті әлі өшпегенін ешкім сезбеді. Көп ұзамай бұл әулетте қуаныштар еселене түсті. Екінші ұлы да өз теңін тауып шаңырақ көтерді. Ал жалғыз қыздары құтты орнына қонып өзге елге тұрмысқа шықты. Менің өз әжем де бірінен соң бірі 3 перзент сүйіп, үйді немерелердің асыр салған даусына толтырды. Сыртынан қараған адамға бұл әулет ауылдағы ең бақытты, үлгілі отбасылардың бірі еді. Үлкен әжеміз өмірінің осы шағында енді бейнеттің зейнетін көремін, немере бағамын деп армандап, жаны тынышталғандай болып еді. Өмір жұмбақ. Атам немере сүйіп шал болған шағында күтпеген жағдай орын алды. Ол ауыл арасында жүріп, баяғы жас кезінде қиялдаған, түсіне кірген сұлулықтың иесін жолықтырады. Ол әйел жас емес еді, бірақ атамның көзіне ол әлемдегі ең аяулы, ең сұлу жан болып көрінді. Оны көрген сәтте атамның кеудесінде көп жылдар бойы тұншығып, бұғып жатқан баяғы сезім жанартаудай жарылды. Ол жасында артындағы әулетін де, немерелерін де ұмытып, сол әйелге байланып қалды. Атамның ғашық болған әйелі өмірдің тауқыметін тартқан, күйеуінен ерте айырылып, артында 1 баласы қалған жесір әйел еді. Ол да жалғыздықтан қажыған, сүйеніш іздеген жан болатын. Атам оның жағдайын біліп көмектесе жүріп, араларындағы байланысты тереңдете түседі. Атам үшін бұл жай ғана ермек емес, өмірінің соңғы мүмкіндігіндей, жас кезінде айтқан сертінің орындалуындай көрінді. Ол сол әйелдің қасынан бір елі шыққысы келмей, үйінен суып, сонда түнеп қалатынды шығарды. Бұл жасырын қарым-қатынас көп ұзамай ашыққа шықты. Суық хабар үйге жеткенде үлкен әжеміздің енесінің төбесінен жай түскендей болды. Көп жыл бірге тұрып, қиындықты бірге көрген. Бала өсіріп, немер сүйген жарының бұл қылығы елге тарқай берді. Үйде күнде жанжал, күнде жылау, күнде ұрыс басталды. Әжеміз, осы жасқа келгенде маған көрсететін қорлығың осы ма еді? Ел жұрттан ұят емес пе, немерелерінен ұялсаңшы деп шырылдады. Бірақ атам ешкімді тыңдамады. Ол тас болып бекініп алған еді. Ұлдары араша түсіп, әке, бұл не қыланыңыз? Бізді елге күлкі қылмаңыз, ол әйелмен байланысты үзіңіз деп өтінді. Алайда атам қасарысып, мен жас күнімде сендердің аталарыңның сөзінен аттамай, өз бақытымды құрбан қылдым. Сендерді өсірдім, үйлі жайлы қылдым. Ендігі қалған өмірімді өз қалауыммен сүремін. Мен ол әйелді бәрібір аламын, баяғы сертімде тұрамын деп кесіп айтты. Ауылдың сөзі де, балалардың көз жасы да атамды тоқтата алмады. Ол айтқанын істеп, сол 1 баласы бар жесір әйелді ресми түрде некелеп, өз шаңырағына алып келді. Ескі заманның заңымен бір үйде 2 әйел бірге тұратын болды. Бұл жағдай үлкен әжеміз үшін тірідей тозақпен тең еді. Ол өз үйінде, өзі орнатқан берекенің ортасында отырып, күндіз түні іштен тынып, жастығы жасқа толып, үлкен қорлықпен азапты басынан өткерді. Екінші әйел келгеннен кейін үйдегі жағдай мүлдем өзгерді. Арадан көп уақыт өтпей, жаңадан келген жас әйелдің аяғы ауырлағаны белгілі болды. Атам бұл хабарды естігенде төбесі көкке жеткендей қуанды, өзін қайтадан жас жігіттей сезінді. Бірақ дәл осы уақытта атамның үлкен ұлынан, яғни менің өз әжемнен де немерелі болатыны туралы хабар келді. Бұл бүкіл ауылды таңғалдырған, екідай күйге түсірген күтпеген жағдай еді. Уақыты жетіп, 2 әйел де аман есен босанады. Атамның екінші әйелі де ұл дүниеге әкеледі. Дәл сол күндері менің әжем де ұл босанады. Bir шаңырақтың астында бір уақытта 2 бесік қатар тербетілді. Бір қызығы атамның өз бел баласы мен оның туған немересі қатар өсіп жатты. Олардың жасы бірдей, тіпті бесіктері де қатар тұрды.
Бұл жағдай сырт көзге күлкілі көрінгенімен, отбасының ішіндегі үлкен трагедияның айғағы еді. Үйдегі психологиялық жағдай өте ауыр еді. Жаңадан келген екінші әйел атамның махаббатына арқа сүйіп, үйде өз билігін жүргізгісі келді. Ол үлкен әжемізді, енесін, сыйлауды қойып, тіпті оған жоғарыдан қарайтынды шығарды. Ал үлкен әжеміз болса, өз немересімен қатар жатқан күйеуінің баласына қарап, іштей қан жылайтын. Ол өзінің бүкіл жастық шағын, төккен терін қорланғандай сезінді, бірақ тағдырдың бұл тәлкегіне көнуден басқа амалы болмады. Атамның үлкен балалары мен менің өз әжем бұл жағдайда толықтай үлкен аналарының жағында болды. Олар әкелерінің бұл қылығын иеге тартқанда нәпсіге еріп, аналарын қорлағанын кешіре алмады. Үйде ашық соғыс болмаса да, суық, ауыр үнсіздік орнады. Балалар әкелеріне тек міндетті түрде ғана сөйлеп, оның екінші әйелін мүлдем мойындамады. Атам өз махаббатына жеткенімен, өз қанынан жаралған балаларының құрметі мен махаббатынан айырыла бастады. Жылдар өте келе балалар да өсті. Атамның екінші әйелінен туған баласы мен немересі бірге ойнап, бірге ержетті. Олардың арасында еш жазық жоқ еді, бірақ үлкендердің қателігі олардың балалық шағына көлеңке түсірді. Бұл оқиға бізге заманның өзгергені емес, адамның ішкі сезімі мен уәденің, мәжбүрліктің арты қандай болатынын көрсетті. Атам жас күндегі бақытсыздығының өтеуін қартайғанда алғысы келді. Бірақ оның бағасы тым қымбатқа түскен еді. Үлкен әжеміз өзін асқан сабырлығымен, зағи төзімділігімен өмірінің соңына дейін сол шаңырақ тастап түнін түтетіп өтті. Ол балалар мен немерелерінің алдында нағыз батыр ана болып қалды. Ал атам болса, өз махаббатына жеткенімен, отбасының ішкі бірлігін бұзып, балаларының суық көзқарасымен өмір сүрді. Ол шынымен бақытты болды ма? Бұл сұрақтың жауабын уақыт әлдеқашан беріп қойған. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Атамның жас күндегі серті үшін қартайғанда бұл қадамға барғаны дұрыс па, әлде бұрыс па? Пікірлеріңізді күтемін. Назарларыңызға рахмет.